Саламатсыз ба достар? Адвокат Таир Насханов сізбен бірге, және бүгін біз жарнама туралы, заңның бұзылу туралы айтатын боламыз. Менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз. Жарнама дегеніміз не екеніне бастайық. Сонымен, қарапайым сөзбен айтқанда, жарнама бұл бизнесті алға жылжытудың және оның қызметіне назар аударудың қажетті құралы болып табылады. Бірақ жарнама заңға сәйкес болу керек және заңда бірқатар талаптар қарастырылған. Олардың ішінде жарнамада олардың бизнесін басқа адамдардың бизнесімен салыстыру, бәсекелестіретін келемеждеу болмау керек. Немесе бізде тыйым салынған тауарларды жарнамалауға болмайды. Сонымен қатар жарнама қазақ тілінде, ал жарнама берушінің қалауы бойынша орыс және басқа тілдерде де таратылады. Бұл талап мерзімді басылымдарына, интернет ресурстарға және ақпараттық агенттіктерге қолданылмайды. Жарнама мазмұнының аудармасы оның негізгі мағынасын бұрмалаумаға тиіс. Жарнамаға қойылатын талаптарды бұзғаны үшін әр түрлі айыппұлдар түріндегі әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Сонымен, жарнама нысаны жағынан да, мазмұны жағынан да заң талаптарына сәйкес болу керек. Жарнама өнім немесе қызмет туралы ақпаратты жасырмау немесе асыра көрсетпеу керек. Яғни ол тиісті жарамды ақпаратқа негізделуі керек. Жарнаманы іске қоспас бұрын оның жарнама заңнамасының талаптарына сәйкестігіне заңды талдау жүргізуді ұсынамын. Бүгін біз жарнама туралы, заңның бұзылу туралы тақырыбы өте қысқаша қарастырдық. Егер сізде сұрақтар болса, төменде түсініктемелерде жазыңыз. Сілтемелермен бөлісіңіз, лайк басыңыз және YouTube каналыма жазылыңыз. Бұл арнаны әлеуметтік желілерде ілгерілетуге көмектеседі және адамдар қажетті құқықтық ақпаратты ала алады, өздерін қорғайды және өз құқықтарын қорғауға үйретеді. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Жақсылықта кездескенше.